Сәлем достар, бүгін орама нан жасаймыз. Немесе гүл ханым деп те атайды. Алдымен қамырын елеп аламыз. Бір жұмыртқа, шай қасық тұз және жылы суға жұмсақ етіп қамыр елейміз. Қамырымыз дайын, целлофанға салып демалдырып қоямыз. Асқабақ пен пияз алдым. Сіздер етпен жасасаңыздар да болады. Екеуін майдалап турап алдым. Және де бір шай қасық тұз, қара бұрыш салып араластырамыз. Қамырымыз дайын. Жұқа етіп жайып аламыз. Осылай ұзынша қылып кесіп аламыз. Және ортасына асқабақтап ұзынша қылып салып шығамыз. Және де осылай екі нүктеп орап шығамыз. Мінекей осылай барлығын орап шығамыз. Әдемі болып шығады. Және манты қазанымызға саламыз. Суымыз қайнап тұр. 40-45 минут қайнатып аламыз. Мінекей достар, гүл ханым орама нан дайын. Өте дамды, жасап көріңіздер. Өте әдемі.